Жақсы ауылының нөмірі 1-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Төлеген Реза. Менің бүгін сіздерге ұсынатын жобамның тақырыбы Қазақстанның 7 кереметі. Жобамның мақсаты Қазақстанның 7 кереметін анықтау, адамзат мәдениетінің ғажайып ескерткіштерімен, яғни сәулет және мүсін өнерінің керемет тамаша үлгілерімен танысу барысында олардың ерекшеліктеріне баса назар аудару. Өзектілігі: бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-практикалық тұрғыда ізденіспен әлемдік жинақталған тәжірибеге отандық қол жеткізген табыстарды саралай отырып ұлттық ерекшеліктерді ескеру. Зерттеу әдістері: тақырып таңдап ақпарат жинақтадым, болжамын жасадым. Нәтижесі: Қазақстанның 7 кереметтерін зерттей келе, оның өмірде пайдалану жолдарын қарастыру. Қазақстанның 7 кереметтерін танып білуді білім алушы өз бойына дарыта білу. Қазақ даласында сұлу табиғатымен, тылсым құпиясымен көз тартатын көрікті мекен көп. Бірі мөлдір суымен, таза ауасымен жанға жайлық сыйласа, енді бірінің ғасырлардан сырын шертетін тарихы бар. Бұл жазбамда Қазақстанның әр өңірінде орналасқан ерекше орындар туралы деректер ұсынамыз. Енді Қазақстанның 7 кереметінің бірі таңбалы тас суреттер. Қола дәуірінің тасқа салынған суреттер көрген адамды таң қалдырады. Ертедегі адамдар күнге күйген жылтыр тау жартысына жануарлардың, адамдардың, арбалардың соғыс көріністерін қашап салады. Бұл адамзаттың рухани мәдениетін, анық дүниетанымын білдіретін аса маңызды деректер жиынтығы саналады. Келесі алтын адам. 1960 жылдардың аяқ кезінде археолог ғалымдар Есік қаласына жақын жерде обадан алтын киімді адамды тапты. Ол мұнан 2,5 жылдай бұрын жерленген жас жігіт екен. Марқұмға кигізілген бас киім етегінің 13 сыртына алтыннан жасалған түрлі ұсақ аттың, барыстың, тау текенің, құстардың бейнелері жапсырылған. Олардың саны 4000-дай. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй көптеген ғасырлар бойы Евразияның ұшы-қиырсыз жазирасын басқарған ежелгі халықтың кешенді тұрмысы мен өмір салтына мейлінше қолайлы болған баспана түрі. Соңғы қола дәуірінде өзінде-ақ біздің заманымызға дейін 2-ші мыңжылдықтың соңы, 1-ші мыңжылдықтың басы Евразия даласында доңғалақ үстінде алғашқы жылжымалы тұрғын жайлар пайда бастады. Ендігі сөз қазақ халқының жан сезімі, жан серігі домбыра туралы. Домбыра халық даналығы. Ол халқымыздың өмір тәжірибесі мен табиғат, адам, әлем туралы білімдерін, ескі діни наным-сенімдері мен философиялық көзқарасымен бейнелеп, оларды атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып отырады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 1397 жылы Әмір Темір бұйрығымен салынған болатын. Қожа Ахмет Яссауи кешені порталды күмбезді құрылыс. Оның көлемі 46,65 метр. Орталық залдың айналасына әртүрлі мақсатқа пайдаланған үлкенді-кішілі 35 бөлме орналасқан. Оңтүстік үстірттің Маңғыстау облысында тірілеген тұмсығының үзіліп қалған оғланды шоқысын қашаған тарихи сәулет ескерткіші. 3-4 қанат киіз үйдің көлемінде 3 бөлме. Дерекке сүйенсек, Бекет ата 1750 жылы туылып, емші, көріпкел ғана емес, физика, математика, астрономия заңдылықтарын жақсы білген ғұлама ретінде аты танылған. Астанадағы Бәйтерек монументі Есіл өзенінің жағасындағы Қазақстан астанасы Астана қаласында орналасқан. Металдан, әйнек пен бетоннан жасалған бұл терек сәулеттік мағынасы жағынан да, жасалуы жағынан да бірегей. Биіктігі 105 метрлік металл құрамасынан салмағы 1000 тоннадан жоғары 500-ге жуық металл қададан тұрады. Керемет еліміздің қазақи нысандарының тарихының сыр шертіп отырғандай, ата-бабамыздан қалған киелі мекеннің ғажаптары тарихымызды біліп, мәдениетімізді ұғынып, өткеніміз бен бүгінімізге болып жатқан өзгерістерден хабардар болып жүрейік. Тәуелсіздік еліміз тұғыры биік болсын. Келесі бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі тайқазан, домбыра, қазақтың киіз үйі және Астанадағы Бәйтерек монументі. Назарларыңызға рахмет.